Шикі тағамдармен қоректену дұрыс па? Біреулер денсаулыққа пайдалы десе, біреулер тым консервативті шешім дейді. Шикілей жеген тағамдардың бір пайдасы ол алдыңызға келген астың химикаттар мен консерванттардан ада болуында. Екіншіден, шикі тағамда пайдалы заттар мен ферменттер жеткілікті деңгейде болады. Шикі тағам жеудің пайдасы мен зияны. Қазіргі таңда диета ұстап, азамын деушілер арасында шикі тағамдарға деген құнығушылық байқалады. Ол тек арықтауға ғана тиімді болғандықтан емес, сонымен қатар емдік қасиетке де ие болғандықтан. Созылмалы дерттерді емдеуге осындай шикі тағам жеудің пайдасы көп болып тұр. Өйткені олардың құрамындағы каротиноидтер көп мөлшерде кездеседі. Өсімдіктерде кездесетін ферменттер мен нәруыздар сол күйінде сіңірілсе, ағзаға пайдасы көбірек болатыны ақиқат. Сол арқылы адам ағзасы азып, өзіне лайықты массаға дейін түседі. Бірақ мұндай диета ұстанам деушілердің құлағына алтын сырға. Бүршіктерді, яғни шикілей қолдануға абай болған шарт. Олардың шикілей түріндегі құрамында түрлі химиялық қосылыстар болады. Екінші залалы шикі тағамдарда кальций аз кездеседі. В12 және Д дәрумендері аз болады. Күнделікті шикі тағам жеудің қандай пайдасы бар? Зерттеушілердің пайымдауынша ағзадағы холестерин азаяды екен. Ал холестерин жүрек, қан тамырлары жүйесінің ауруларын қоздырушы алғышарт екені әркімге де белгілі. Сондықтан жүрекке жеңілдік беретін тағамдарды шикілей жеудің пайдасы жоқ емес. Ал кері әсеріне келсек, шикілей тағамдану тірек қозғалыс жүйесінің жұмысына нұқсан келтіреді. Остеопороз дамуының түрткі болады. Сүйектерді әлсіреп, сынықтардың көбеюіне әкеп соғуы әбден мүмкін.